Достар, ассалаумалейкум. Қалайсыңдар? Бұл кезекті біздің подкаст ютубтың подкасты дейсің ба? Әдеттегідей Арман, Исатай, Арман, қош келдіңіздер. Жаңа оқырман, қош келдіңіздер. Кәрі оқырман, ескі, бұрынғы, старый, но мощный оқырман, бірінші подписчиктен бастап, кезінде бастап, сендерге де үлкен рахмет. Әдеттегідей бізде бүгін сондай бір қызықты, әлде бір подкаст деп үміттенейік. Бірақ сондай бір... Иә, бірақ өткен подкаст сияқты көп сондай бір тақырыптар жоқ негізінде. Өткен октагон, келе жатқан алаш прайд, өткен бір жекпе-жектер. Бірақ бастамас дұрудың, сендер білесіздер, бізде әрдайым бізді қолдайтын бұл кімдер? Нелер? Витамандар. Витаманға мың ауыз, ерлерге арналған дәрумендер, жеткізу Қазақстан бойынша тегін. Дәл осы видеоның астында сілтеме қалдырамыз. Тапсырыс берулеріңізге болады, танысып шығуларыңызға болады. Витаман бізбен жүргеніне 1 жылдай болып қалды. Иә. Серіктестік өте нәтижелі деуге де болатын шығар. Қазақстан ММА-дегі бірден бір теңдессіз жарнама беруші десем де болатын шығар. Артел емес енді, Артел емес әрине, бірақ біз білмейміз, мүмкін Артел бір пылесоспен фендермен беретін шығар. Жоқ, қойнап айтам, Артел барлығысына дұрыс, біз сұрадық. В общем, нормально все там. В общем, знаете, да? Заказываем, все, тапсырыс бересіңдер. Және де осы жерге қазір тізімі болады, біздің топ тантердің тізімі. Бұл Олжас А деген жігіт, Ғаламат У, Аскар Т, Ғаламат У тағы бірі жіберді, және де Абылай Б деген жігіт. Сомен, осы біздің жігіттер, топ донатерлер. Біз өткен подкаст айттық, что донатер арасында біз сондай бір кішігірім конкурс өткіземіз, және де қазір біз сектор приз на барабане. Как это называется? Презентация. Презентация жасаймыз. Мамырдың басында, ең алғашқы подкастта, біз сәуір айын қорытындылайтын боламыз. Сәуір айының донатерлері Kyokushin Combat Fighting лигасының қолғабына... Ресми қолғабы. Ресми қолғабына ие болады. Так, размері М, қателеспесем, или Л ма, размері нормально. Маған қолма сиді, жақсы перчаткалар, ақ, кімге, в общем, бөлге жібереміз. Енді донат жіберіңдер, мына жерде экранда бар реквизиттер болады, астына тағы реквизиттер болады, содан жіберіңдер. Біз енді сондай бір шештік, конкурс тек қана донатер арасында болады. Бізге де жақсы, бізге ақша керек. Что будем? Ақша керек, все, жіберіңдер. Сіздерді қолдаған үшін осындай бірдеңе лекіп қалуы мүмкін. Давай я буду весь подкаст условий отырайын ба? Перчатками. Все, в общем, кеттік бәрін таста. Ең алдымен енді октагон біз біраз отыратын шығармыз. Жеңіл жаңалықтарға тоқталып кетейік. Давай. Қытайда брейф өтті. Рауан сол қолмен бүйірден салған кезде ойладым, қазақтардың арасында соңғы кезде андай тренд қайнап кеткен соққы сияқты. Особенно Тараз, Шымкент жігіттерінің арасындағы тренд. Сондай ой. Школа боксшы дает о себе знать. ММА мектебі сондай бір қалыптасқан жоқ, бірақ бокс мектебі қалыптасқан бар дейсің ба? Енді ММА мектебі қалыптасуына уақыт керек, біраз уақыт керек, ол оңай шаруа емес. Бірнеше буын алмасу керек менің ойымша. Қазіргі буын бұл шамамен ММА мектебі қалыптасуының жолындағы бір орта буын менің ойымша. Рауанның кезекті жеңісі брейфте шеттен де көрдің бе, жұрттың бәрі UFC-ге бара бермейді ғой. Кейбіреу жете алмайды. Түрлі бұл жерде көрдің бе, қазақ бекерден бекер айтпайды ғой, бақ шабан ба, бап шабан ба деп. Бірақ ол жақтардан брейфтің өзінде де мысалы Қазақстанға қарағанда көбірек ақша табуға болады мысалы. Әрине. Брейф арқылы ары қарай жылжуға да болады мүмкін деген сияқты. Сондықтан тұрақты түрде сондай лигаларда лигаларға шығып кеткенде жігіттер қуанып отырасың.
қалып қойып сол жақта закрепился деп айтып жатады ғой. Бұл тұрақты сол жақтың спортсмені болса, Олжас Сесқараев сондай ғой. Тұрақты түрде соңғы кездері Брейвте жүрген адам міне титулға жақындайды. Осы мен екінші рет бір рет титулға таласты ғой даже, кіммен, қырғызбен. Титулға жақындайды. Уақытша титул бірнәрсе болды ма или қырғызға ұтылды, титульникте ұтылды. Түбі Олжас титул алатын адам сияқты менің ойымша, Брейвтің титулы. Да, так рано или поздно ол бар, опыт бар, тәжірибесі бар, жекпе-жектер бар, бірақ үлкен жекпе-жектер Татараули күреспен бәрін сонан бері жеңіске жеткен төреші шешіммен. Татараули соңғы жекпе-жегінде сол титулға таласып ұтылғанын айтпақшы. Брейвте сразу келіп титулға төбелесіп кеткен адам. Ондай да бар. В целом нормально, ештеңе жоғалтқан жоқ деп ойлаймын. Тұрақты түрде Брейвтің ең бір сенімді қызметкерлерінің бірі, былайша айтқанда, сотрудник. Рауандікі қызық. Ары қарай не істейтін, өйткені ол ана Соломановты ұтқан кезде енді негізінен лигада онымен қатты төбелес келетін адамдар көп болған жоқ. Біріншіден Омар Соломановпен, екіншіден ананың үлкен сериясын үзіп тастады жеңісті. Андай дилемма болып қалды да Брейвте, бір ғана жекпе-жек өткізген адамды қалай титулға шығарып жібереміз деген сияқты. Ана жерде еще қырғыз болды, чемпион қырғыз ол жерде, Немат Абдрашитов. Нематтың да Рауанның да сол неге Брейвке алып келген менеджері қырғыз. Біреу. Ана жерде түсінуімше конфликт интересов бар. Да, онда да. Бір менеджер екеуін титулға шығарысы келмейді, сондықтан кішкене бас қатып отыр. Ары қарай бүйтіп төбелесіп жүруге ешкім кедергі емес. Енді Қытайда 7-0 ме 8-0 деген мысалы таң қалып қалдым, шыны керек, кішкене енді рекорд. Енді бір жағынан ойлайсың, Қытай ғой деп, бірақ соңғы кездері кішкене ненің Қытайдың олимпийский химиясына тойып байыстарды шығып жатыр ғой жақта. Ойлағанмын енді кішкене бір төбелесіп қоятын біреу шығар деп, анауың дым көрсете алмады ғой. Мүмкін бір сон тәуекел болған, егер жеңсең онда келіс титулға айқасқа шығасың деп, мүмкін солай Қытай спортшыға сондай уәде берген шығар. Сондықтан ол шықты. А так в целом понятное дело, что біздің там, мен де айтам, 7-0 біздің Қазақстанда жүрген 7-0 и Қытайда жүрген 7-0 бұл әртүрлі бір деңгейі әртүрлі спортшылар негізінде. Өйткені олар 7-0 бір айда жасап тастауы мүмкін, әрине. Олар любительский сияқты рейтингтегі дүние қарамайды. И оларда сөз шыны керек сондай бір, мен бізде JCK болған кезде алғаш бір таң қалдым, там 40 жекпе-жек өткізген, олардың еще поражение көп қой, жеңілістері көп. Соларға рекорд, соны статистика сондай бір көп мән бермейді негізінде. Біз сияқты емес, там 0, енді 0 болды, мен не істеймін деген нәрсеге. Ондай нәрсеге көп қарамайды, өйткені іште нарық в целом нормально. UFC-ден басқа бір іште бөлек әлем десейші өзі. Да, ақша тауып жүріп болады негізінде. Және де деңгей ортадан мен кажется төмен. Сосын мен байқағаным, Рауан сол қолмен бүйірден соққыны дайындап келген сияқты болып көрінді. Өйткені негізі бұрын есінде ме, Рауан негізі дзе. Дземен құлатқандар көп, тайминг жақсы таба алады да. Бұл жол сосын көрінбе, уже екінші опасный қару пайда болып жатыр. Негізі сол 66-ға ауысқан ең дұрыс шешім шығар карьерасында. Бойы бар, в целом физухасы 65-ке жетеді негізінде. Сондықтан қараймыз не болатын. 65 қой, жартысы салмақта. Қазір білемін, қазір енді титулға шыға ма, шықпай ма, менеджер не дейді? Соны көреміз енді, конфликт интересов бар. Негізінде UFC-де Али Абдалазиз бар ғой, жүр ғой. Кезінде там Гейджи мен Хабибті кездескен кезінде, там қазір бірнеше тоже тіректері бар ғой, сондықтан білмеймін қалай болатын. Әлде бір все равно в целом земляк анамнан деген нәрсеге мүмкін. Көреміз енді. Жүрегі бір қырғыз спортшыға тұрма. Титул тастап кетсе, может шығып кететін шығар, сол Соломановпен тағы реванш жасайды ма деген сияқты кетеді ғой. Оған енді Рауан күтема. Кішкене Брейв түсініксіздеу ол жағынан. Турнир көп өткізеді, бірақ матчмейкинге былай қисайып кеткен бірдеңе. Логикасын түсіну қиын кейде. Брейв негізінде топ-5-ке кіретін организация, сондықтан промоушн, сондықтан мен ешқандай жаман Брейв жайлы айтатын ешқандай жоқ негізінде.
ақштан тыс Brave негізінде ең бір топ бір мүмкін бір организация. Ең үлкен организациялардың Ну, бірі. Rising бар, Brave бар, басқалар білмеймін, PFL, Bellator деген нәрсе құртқан нәрсе негізінде. Әшейін бір жай ғана бір. Bellator деген жоқ Иә, болған. ну, іштегі бар ғой Иә, спортшылар, бірақ негізінде сондай бір не UFC, не басқа организациялар. Ну, ACA мысалы Кавказ чемпионаты болып кетті. иә, соныч. Олар өздерімен өзі қызық болып кетті, емес, ана жақта өздерінен басқа ешкімге қызық емес. СФКО дейсің ба? Иә. СКФО. Жарайды, Северо-Кавказ. смотри, не болды, көрдің ба? Мен Көзен қарап шықтым. телеграмда оқыдым сен пікірін. Мен сөз үшін керек көрген емеспін, өйткені аэропорттан келдім, тамақ іштім, ұйықтадым, содан кейін қазір кешке қарай келіп тұрмыз студияға, сондықтан мен тым білмеймін. Оқыдым, что якобы қайдағы тең нәтиже, қайдағы ничья, вы куда смотрели деп. Смотрели дейді, мен 5-6 раундтан кейін қолым сынды дейді. Енді ана төбелескеніне қарағанда қол сынған адамға ұқсамайды. Мүмкін өзінің мінезі сондай шығар, қол сынған қолмен пере беретін. Но негізінен қол сынғанда шығар, онда сенбеуге ешқандай негіз жоқ, бірақ жекпе-жекке сынған қол қатты әсер еткен жоқ. Қалай ұрды, сөйтіп ұрып жүре берді негізінен. Есептегі өте қиын раунд. Өйткені анау 10 раунд бойы бүйтіп рингті айналып жүрді. Мексикалық. Ол андай типичный мексиканец емес, кішкене өзінше Американың боксын үйренген біреу деймін. Толықтай не өзі аша алмады. Оның негізі сондай қасиеті бар. Боксшы Эспадос деген, Элиас Эспадос. Және бір дүниеге назар аударуымыз керек. Бұл қарсыласы ең жоғары бағаланды осы уақытқа дейін қарсыластарын салыстыратын қарайтын болсаң. Бокс рингте бұл жекпе-жек 2 жұлдыз тұр. Бұған дейінгі қарсыластар 1 жұлдыз барлығы, не тіпті 1 жұлдыз берілмеген. Короче, мынау джорнимен емес дейсің. Бұл сондай бір джорнимен емес, бұл гейткипер. Гейткипер, иә. Кішкене рангі жоғары, статус жоғары джорнименмен. Ол андай негізінен тек қана жақсы бір проспекттерге ғана ұтылған. Таза проспекттер ғана ұтылған. Садриддин сияқтылар тексеріп беретін адам. Мен де білмеймін қаншалықты тексерістен өтті деуге келеді. Тексерістен өтті дей аламыз ба? Тең бұл қалай дегенмен жеңілген жоқ. Негізінен бұлай есептеу қиын. Кейбір мынандай раундтар болды да. И туда сен. Қиналып қаласың бірім, мынаған қалай деген есептеймін деген сияқты. Тем более мен төреш емес бұна жер. Иә, әрине. Сондықтан... Аделаида Бёрд есть. Төреші ғой, сондықтан мы тоже можем смело. Аделаида Бёрд төреші болсаң да біз де боламыз. Иә, сондықтан. Аделаида Бёрд еще ММА бокста да болады ол. Да. Екеуінде де қатарын. Короче, есептеу қиын болды. Қиын өте есептеу. Төрешілерге сондықтан тең. Егер мексикалық спортшыға егер жеңісін берсе, онда ол булшит болар еді. Булшит болды, да? Булшит. Ана жерде ол прям отты деуге келмейді. Садриддинге егер жеңіске берсе, онда в целом деп айтатындар болар еді, но негізі оған жеңісті берсе, как бы менің ойымша андай қатты булшит деп айтпас еді. Ана жерде majority decision. Біреу, короче, екеуі неше, біреуі Садриддин деп отыр. 96-94. Және мен сонымен келсем, негізі менде де шамамен солай шығып тұрып 96-94, 6-4-10 раунд бойынша. Сосын бокс рингте не бар, фандардың есеп шығаратыны бар. Фанаттар тоже сондай есеп шығарып отыр. Сосын кейін қарап шыққам, результатта судьялар қалай берді деген сияқты. Плюс-минус кеп тұр, бірақ түсінуге болады енді, тең берді дегенде. Білмеймін, енді Санческе тиісіп жатыр, Абель Санческе. Енді Абель Санчес мен үшін андай бір не деп шеді, анау функционалканы дайындайтын тренерлер болады ғой. Қалай дешеді? Сөз бар жақсы. Фитнес, жоқ фитнес емес. Перформанс. Короче, ол андай боксерларды жақсы бабына шығарып беретін адам, бірақ андай жаңа дүние үйрететін бапкер емес. Ол жақсы боксерский физподготовка ОФП дейсің ба? ОФП бере алатын адам. Сосын андай бір
бір шабуылдайтын 12 раунд бойы тоқтамай дүркіретіп жұдырықтасатын бокс жасауы мүмкін, бірақ жаңа бірдеңе үйрететін мысалы Эммануэль Стюарт жарайды, Бадди Магирт дейікші, Гарсияның маңайындағы бапкеріміз. Барлық білетін бапкерін алайықшы, Бадди Магирт. Иә, мысалы қазір Бадди Магирт, сосын кімнің, Кроуфордтың тренері бар, мысалы, Макентайр. Да, білгенмін. Иә, ондай деңгейдегі бапкер емес, ол кішкене басқаша. Ол не үшін ана жақ тауда Биг Берді салды, негізінен андай физподготовка көп көңіл бөледі. Сөз білейінші, егер сондай бір тренер болсам, сондай тренер не үшін керек оны? Менің түсінуімше просто негізінен ана Том Лёфлер алды оны қол астына. Ана Герман Олег деген Титов қателеспесем, менеджерлер болған Головкиннің кезінде, олардың барлығы бір мафия, бір команда. И бір связкада істеп үйреніп қалғанда, көрдің ба, уже бір-біріне притерлись. И сөйтіп боксерді алады, просто мне тренер, мне менеджер, мне промоутер. И сен сол кругтан шыға алмайсың. Қазір мысалы Садридин мен басқа тренермен істеймін десе, аналар онымен не притертый болуы мүмкін, да? Маған солай көрінеді сырттан. Өйткені мыналар уже егер барлығында связка болса, ол бұрыннан бері ғой. Иә, бұрыннан бері бар связка, да? Иә. Сосын бір жағын ойлайсың, енді Садридинге енді шынымен де әккі бір Американың боксын білетін, Мексиканың боксын жақсы білетін адам керек. По-любому, так или иначе. Техникалық тұрғыдан, мысалы, керемет бір шыңдаған боксшыны көрген жоқпын. Ол Абель Санчес. Абель Санчес шынымен де Рейносаға барсын. Эдди Рейносо. Иә. Ол кезінде, негізінде Садридин бір стилі сондай, анау Канелоға ұқсас. Кішігірім сондай бір фишкалар. Билалды ұқсас оған. Билал дейсің ба? Қазір көреміз, анау майдың басында Джек Делла Маделиннің қарсы қандай бокс екен, Канело бокс неге жоқ, бар ма жоқ па деп. Білмеймін, қазір егер осы жекпе-жек егер Садридинге тексеріс болса, онда меніңше Садридин қазір осы тексерістен өте алмады. Және де промоутерлерге бір агент менеджерлерге келесі бір үлкен жекпе-жектерге сонда бір солай дей ма? Онда егер қателік бар болса, онда давайте сонымен жұмыс істейік. Егер болмаса, онда в целом окей, көрінбей еще ана боксер Эспадас кішкене ірілеу Садридиннен үлкендеу, ол 72-де төбелесіп жүрген тоже. 72-69-да жүріп жүрген ғой, қай веске шақырады, сонда жүріп көреді. И мына жерде тоже 70-та 7 ме, солай толықтай анау жартылай орта салмақ емес, 69-да 9 емес, лимиттен кішкене асып барып жасаған. Кетчвейт сияқты бірдеңе болған, сондай бірдеңе. Садридин біртіндеп түсіп жатыр да, ол қайтып оралғаннан кейін әлі толықтай өзінің супер велтерде өткізген жоқ жекпе-жек. Еще сонда бір үлкен бір керемет бокс кеші емес. Файт бокс өте бір Америкада қарапайым бокс кештегі бір. Бізде де ондайлар өтіп жатады ғой. Садридин негізінде маған бокс спортшы ретінде ұнайды, негізінде стилі де жақсы, профиге прям кәдімгідей бір сондай бір полулюбительский, бұрынғы любительский деген стилі жоқ. Бірақ қазір көреміз, егер Санчестің бір қателігі болса, дайындық кезінде қателік болса, егер реально жарақат болса, онда жарайды. Қазір жекпе-жекте көрейік қалай болады. Егер қазір сондай бір орта деңгейден төмен бокстан егер боксшылар енді өтпесе, онда білмеймін. Көрдің ба, міне оппозицияны сәл көтеріп еді, уже деген сияқты уже сұрақтар пайда отыр. На одну ступень буквально, это даже не прям скачок такой, бывший там бұрынғы чемпион, там бұрынғы претендент деген нәрсе. Сондықтан білмеймін, так опасненько. Но негізінен былайша айтқанда топ 3-ке, менің ойымша бір топ 3-ке кіретін боксшылардың бірі еді. Чемпион еместер арасындағыларды алып қарайтын болсақ, алдағы уақытта атады деген. Қазақстан бойынша айтып отырмын да. Реально перспективасы бар өткен. 69 қойын ма салмақ? Иә. Фундора, да? Фундора, Кроуфорд, Дзю чемпион емес, қазір кім дзюді ұтқан чеченец. Узбек же. Жоқ. Они чеченец. Я түсіндім, да, они же дрались, да. Иә. Короче, 69 в целом интересный вес. Сейчас там үлкен бір жұлдыздар жоқ, негізінде. Иә. Кроуфорд ол 69-да төбелеспейтін түрі бар енді. Енді оларға жеткенше дейін Садридин тоже уақыт кетеді. Садридин әлі негізгі ұйымдар. Макентайр даже Кроуфорд. Иә, Макентайр. Кроуфордтың ол уже 72-76 ойлап жүрген адам ғой. Жасы 40-қа жақындап қалды, нетіп. Да.
өміріндегі ең үлкен чегін жасап кететін адам ғой. Ұтылса ма, ұтылады ма, ұтады ма уже қатты маңызды емес. Түсінемше, көрдің ба, андай менеджмент бұдан бір екінші Головкин көріп отырды. Екінші Головкин жасамақшы. Сондай ой болды менде. Өйткені сценарий өте ұқсас. Бахрам Муртазалиев. Бахрам Муртазалиев, иә. Себастьян Федора, Теренс Фроуд, Бахрам Муртазалиев болды. Что там бір уақытша чемпион бар, там WBC, WBC ондай, сондай бір қызықты емес. Вот енді қараңдар, просто даже возьмите Бахрам Муртазалиев. Бұрынғы ТМДен шыққан, Ресейден шыққан чемпион, боксшы. Енді Садринді алайық. Примерно осындай деңгей болу керек қой, примерно. Иә. Деңгей бар ма, жоқ па? Окей. Енді бірінші рет былай сүрініп отыр деуге де келмейді, ұтылған жоқ қалай дегенмен. Сондықтан ондай болып тұрады, может лагерь кішкене қисайып кетті ма бір жаққа деген сияқты, может реально травма кедергі болды ма, ондай моменттер бар спорт болғаннан кейін. Бір-ақ рет болған дүние, сондықтан әлі бір нақты бір қорытынды айту қиын. Реванш деп айтып жатыр, мысалы мексиканецпен ол реванш не керегі бар? Ну, окей, уже тең түсіндер, ары қарай әрқайсың өз жолымен кете беріңдер. Ну, егер қарсылас болмаса, егер сондай бір жоспар болмаса, алдағы соны неге жасамасқа оны? Ну, может. Жарайды, давай келесі тақырыбға көшейік. Бізде не деместіміз? Алаш Прайд бар келесі апта. Алаш Прайд, ну, негізінде сондай бір талқылау деген нәрсе қиындау. Өйткені сондай бір нақты карт жоқ. Карт болса, ол бірнеше күн, не знаю, до турнира қатты бір өзгереді. Сондықтан бірнеше жекпе-жектер бар қызықты. Одильхон шығады деп ойлайсың ба? Ой, как мне там позавчера сенбі күні октагон лигаларының бір жұмысшылары, қызметкерлері, ты что думаешь, реально Одильхон там будет драться? Ну, раз анонс делают, значит, будет драться, я так считаю. В целом, я как представитель средств массовой информации, я доверяю официальным источникам. Если Инстаграм официальный, ресми Инстаграм бір Алаш Прайдтың ресми парақшасы, егер сондай анонс жасаса, онда он, значит, официально же. Міне, Бабур Абдулазизов 26 апрель, первая защита пояса дейді. Ну, да, Инстаграмда жоқ, мысалы, Бабурдың жекпе-жегі. Кипиш бар, Кахоров, сол Камолов бар, Диванов, бірнеше там мен білмейтін спортшылар бар. Және де вот осы жекпе-жек маған қатты ұнайды, бұл Скаков пен Оразмаватұлы. Екі бір Қырғызстан және Қазақстан ветерандары. Поэтому, ну, классный бой. Мне нравится. И все в целом. Жарты сағат бұрын міне Алаш Прайд анонс жасаған. Абдулазизов. Вот, көрдім. Жаңа первая защита пояса. Ну, мен давай вот Абабур жайлы айта кетейін. Негізінде осы салмақта Ансар ғой чемпион. Иә. Мен что-то мен түсінбей қалдым, неге Ансарды поясын превратили, Бабурдың уақытша чемпиондық белбеуін превратили в настоящий полноценный. И Ансара забрали пояс. Оны что-то мен түсінбей қалдым. Ансар өзі де ешқандай комментарий берген жоқ. Алаш Прайд өзі айтқан, что сондай бір не получается у него драться там из-за там что там срывов боев или как вы там сказали, там даты не. Сроки типа защиты. Да. Ну, бізде Қазақстан сондай бір белбеуін қорғау мерзімі бар ма негізінде? Ну, кажется, таких прецедентов не было. Ну, забирают, делают временных полноценными, это понятно, как бы. Когда уходят бойцы в другую лигу. Жоқ, бұл жерде в целом Ансар кеткен сияқты мен. Лигада кеткен сияқты. Говорите, что Ансар покинул лигу, оставил пояс вакантным. А тут как будто бы Ансар типа тянул защиту. Он же с Бабуром тем более дрался. Или не хотел. Ну, в общем, сұрақтар бар. Ешкім нақты сондай бір сұрақтарға жауап бермейді. Я-то в целом не спрашивал. Мүмкін Ансардан, мүмкін бір Алаш Прайдқа барған кезде сұраймыз. Онда ең қызыққа келейік. Одильхон Камолов. Келмейді ау, скорее всего. Одильхон бұл октагон, октагон бұл Одильхон деп жүрген адам. Да. Қазір Алаш Прайдтан бірақ шықты. Ну, Одильхон, он кезінде рухта жүрген, рухта өткен кезде бірнеше Өзбекстан бірнеше бір спортшыларына
жинап Иә, өздерін бір группа ретінде келіп там газ деп кеткен. Алашпайды походу сондай да бір тірліктер бар шығар. но Бұл негізінде қызықты президент. иә, қызық, соны айтып отырмын да. Және де қызықты бұл президент. промоушнерге мүмкін бір қазір вот сейчас такой вау, классно, бізге де хайп, бізге де просмотр, бірақ сендерде мысалы там алашы саламат деп мысалы. Представь, саламат мысалы там бір басқа лигаға, жоқ, зарубежный, там за границаға емес, там UFC емес, вот қазақстан іште промоушнерға кетсе мысалы. Найза, Октагон такой резко. Все, болды, кеттім. Контрактпен, контрактсыз білмеймін вообще. Иә. Ортақ не жоқ, ұстаным, позиция болу керек. Өйткені қара, Адильхон қазір қандай позицияда, оны жарты жылға шеттетті. Иә. Қыркүйек айына дейін шеттетті. Октагон өз лигада төбелестірмейміз деді жарты жылға. Еркебұлантта төбелестірмейміз деді. Ол не істейді? Окей, мен жарты жыл жұмыс отырмаймын дейді. Мен онда Алашпайтқа шыға саламын дейді. Сонда получается, спортсмен оған түк емес лиганың айтқаны. Ол барады да басқа жерде төбелесе салады. Потому что в лиге же не могут драться ваши. Сонда ол оған рычаг беріп отырсыңдар, манипуляция үшін. Сосын ертең өздеріңді сондай жағдайға тап боласыңдар. Өткенде анау бразилистан найза қалай алып кетті Алашпайды? Да, Вандерлейді мысалы, иә. Ол жерде де мысалы іште бір андай келісім болып, ауызша ғана болған негізінде. Ортақ бір чисто понятийно, иә? Айтуға болар, окей, бұл сендердің чемпиондарың, біз онда тиіспей. А он по сути просто перекупили, болды. Қаран жоқ, сенде не контракт бар ма? Жоқ, все, болды, кеттік онда деген сияқты әңгіме. А бұл жерде сонда байыске манипуляция жасауға мүмкіншілік беріп отырсыңдар. Ол мына лигаға айтылады, онда ана жақта ақша көбірек береді. Мен сіздермен келіскен нелерімді жасамаймын деген сияқты. Сосын бұл жерде тағы да сосын контракттың маңыздылығы, оның бір юридический күші бар ма деген сияқты сұрақтар туындайды. Но негізінен ертең бүйтіп керісінше анау спортсмендерді еркелетіп жібересің. Оған манипуляция жасауға мүмкіншілік бересің. Ертең окей, қазір условный Алашпрайд Адильхонды алып келіп пайда көріп қалуы мүмкін бір реттік. Бірақ келесі жолы кипишті сөйтіп біреу тартып алмайтынына кім кепіл? Иә. Мысалы, қазір там кипиш почти каждый турнир төбелесетін сол Алашпрайдтың Адильхоны болған бала. Оны ертең не найза, не Октагон тартып алмайтынына кім кепіл? Егер бір жағдай болып қалса. Кетсін, бірақ егер контракт болса қолында, онда, не может он. А если контракт обязательно все выполнил, тогда бәрібір кедерсің. Сен білесің ғой, бізде юридически онда дүние дұрыс жасамайды. Иә. Негізінен просто ортақ бір лигаларда просто консолидация болу керек. Ситуацияға бір позициядан қарай алу керек те, что мен қазір ұтып алам, бір реттік турнирде просмотрымды алып алам деген сияқты емес, а болашақта сосын бұл тенденцияға неге алып келеді деген сияқты. Окей, әркім там түсінікті бір-біріне нарықта конкурент, там просмотр үшін қырылады, анау деген сияқты. Ол бөлек әңгіме. Бірақ былай ойын белгілі бір ойын ережесі болу керек. Қағаз жүзінде бекітілмеген, былайша айтқанда джентльменский пакт, иә? Мынадан аттамаймыз, былай жасамаймыз деген сияқты. Мен солай көремін, өйткені сосын манипуляция жасауға кәдімгідей коридор болады да байыстан. Және де қара, мысалы спортшыларға тоже бір түсініспежбен қарауға болады негізінде. Өйткені вот қара, вот Адильхон, Еркебұлан, анау там закрутились и отстранили на полгода. Реально енді маған ақша керек қой. Мен түсініп отырмын, мен өзім кінәлімін. Я так сам газанул, там снял, там что-то выложил, хотел хайп, и в итоге так сделали. И поэтому ему тоже где-то надо было подраться, но в целом тоже такая ситуация. Никак не могу комментировать. Ничего не могу сказать. Жарайды, қалды дейік оны. Да. Елестет көрек ертең төбелеседі. Ары қарай сосын мысалы оны лигада алып алады ма, ары қарай дамыта алады ма бұл историяны, өйткені барлығы түсініп отыр, иә? Адильхон бұл алаңға келді, бұл алаңда уже бар бір адам. Сондай рөлді атқаратын. Иә. Енді бір рөлге екі адам ие бола алмайды. Иә.
медиа бағытқа жауап беретін фронтмен болатын адам керек, түсініп отыр. Бұл жерде уже адам келмей жатыр, уже конфликт бар. И барлығы да түсініп отыр. Негізі әу баста кипишпен сразу шығара салған дұрыс па деп ойладым. Диванов емес. Мен айттым ғой. Ну, в целом надо было просто в лигу внести. Если жарты жыл, егер сондай бір отстранение болса дейсің ғой, онда жарты жыл сентябрь қыркүйек айына дейін бірнеше турнир өткізе болады негізінде. Жазда бір үлкен турнир, кипишпен. Ай сайын. Сентябрьға дейін. Я Абдулхон өзі ғой, в целом, я думаю, дайын болады ай сайын шығуға алашпайды турнирлерге. Короче, қара, майда бір төбелеседі, июньда реванш жасайды, июльда трилогия жасайды. И что, он 3 раза подряд будет выигрывать, что ли? Диван. Жоқ, кімді айтам? Кипишпен ба? Кипишпен. Ну это, да блин, ты не матчмейкер, я вам справді дейсің ба? Олардың ай сайын төбелесуге дайын ғой. Қатты бес қумайды деген сияқты. Но прецедент ретінде қызық. Қалай болатынын көреміз. Өкінішке қарай біздің Қазақстанда сондай бір контракт, келісім шарт деген нәрсе, сондай бір күш, бір істей алатын, жаса алатын, сотқа бір беретін ондай қағаз емес негізінде. Типа, смотрите, бізде контракт бар, а что ты там дерешься? Давай, все, штраф саған. И что? Суд что постановить? Какой штраф? Вы на основании какого закона вообще этот штраф придумали? Вообще, на каком? Гражданский право ГПХ, что штраф? Вы вольную работу, вы его что, отстранили? Какого основания можете отстранить? Это что, федерация чего это? Любительская ММА? А как это? Что? На что это влияет? Или вы сами решили отстранить? Почему решили? Короче, ну там нюанстар көп, мен де түсінбейтін нюанстар көп негізінде. Ну, сондықтан, вот мысалы там, вот хардкор, когда кого-то отстраняют, они же полностью, вообще никто, никакая лига не может его брать. Они между собой либо договорились, либо какой-то бір ортақ бір ұйым бар болса, онда они может сами так говорить. Россияда онда тема болды ғой, олар, короче, жиналды барлығы. Да, таки, бір давай стөлге так, отырып та, и барлығына бірде ойын ережесін жазды. Оған даже Қазақстан лигалары қатысқан бір-екеу. Есімде жоқ, но ондай момент болды. Ну, понятно, чтобы они в СНГ там не выходили. Здесь в России запретили, чтобы они там кипишныйда не дрались. Сондай нәрсені жасаған Россия 1-2 жыл бұрын жасап тастады. Бізде де сол керек та, чтобы ондай манипуляция жасаған. Ну, ол там уже белгі ғой, егер вот бір спортшы, он там газовал, его не просто так отстранили, значит, он проблемный. Зачем вам он тоже? Давайте ему полностью перекроем, чтобы он как бы изменился, а то вот. Ну, білмеймін, мен вот промоутер болу негізінде қиын нәрсе. Сондықтан ешқандай бір комментарий айта алмаймын. Бірақ келесі апта біз Шымкентте боламыз, Алаш Прайд. Получается, бас жекпе-жек бұл Бобурда? Бобур или Бекзат Жасия. Мейн ивент қайсы екенін әлі айтқан жоқ, түсінімше. Ну, Бекзат Жасия бар ғой, там уақытша титул қателеспесем. Қырғызстандықпен төбелеседі. Толықтай әлі карт шыққан жоқ, бірақ білуімше 17 жекпе-жек. И 17 жекпе-жек қалай кетті? Жарайды, ладно, бұл бөлек нәрсе негізінде 17 жекпе-жек. Болды ма? Алаш Прайд жайлы? Короче, келіңдер. Көреміз. Шымкент, Манеж арена. Дәстүрлі Манеж арена. 19:00 кеттік. 19:00-де басталады, 17 жекпе-жек, да? 17 жекпе-жек, бір түнгі 3-ке дейін сол жерде болған бұл примерно. Арасында еще антракт болады. Иә. В общем, солай. Жарайды, Октагон лига. Почти 2 ай болмаған Октагон лиганың турнирлері енді кеше ғана аяқталған. Октагон турнирі 71-ші номер турнирі. Бас жекпе-жек бұл Аян Тұрсын мен Фарида Абдуева, және де бізде жарты жеңіл салмақта жаңа чемпион. Да? Сардор Құдайбердиев. Мерген, Арген Абдыкадырлы, өкінішке орай жеңіп қалды. В целом, карт неплохой, но 4 боя прилимов можно было как будто бы и не ставить. Сондай бір қызықты жекпе-жектер прилимде болған жоқ, меніңше. Там бірнеше жекпе-жектерін в целом можно было и не ставить, но я не могу так говорить. Опять-таки, я прекрасно знаю, почему это делать, для чего, для кого. Сондықтан ешқандай бір. Ну, ойламайсың ба, 8 сағаттық турнир тым ұзақты. Ну, это много. В целом, 16 жекпе-жек это много. Еще 2 титульник, это много. Ну, и плюс қара, сен ол титульниктерді қойғанда, сразу түсіну керексің, мыналардың 5 раунд бойы езіп жүріп. 2 пара, Common Event, және де басты жекпе-жек, в любом случае, да. Ол 2 примерно 1,5 сағат уақыт алады, 2 титульник. Железно, даже мен саған да айттым, басталмай жатып. Мынау 2 железно 5 раунд жүреді, дайын бол.
Қанымыз ішеді кәдімгідей. Ну, видишь, мысалы промоушнда мысалы бір трансляцияға контент үшін бір команда бар, спортшыларға матчтарға жекпе-жектерге бір орта болады, бір команда болады. Содан олардың бір как это вот все вместе, чтобы вот всем угодить, нет. Одному нужно бои делать, всем надо обеспечить. Другим нужно говорить, жоқ, братан, 8 сағат 16 жекпе-жек бұл тым көп. Команда в целом, ну, не вывезет. Он команда, тратор, ол команда не вывезет. Көрермен фронтса не вывезет. Во. Жарайды, вот, если ты смотришь трансляцию ютубта, бардым, тамақ іштің, там, покушал, посидел, а вот там на арене уже уходили многие же. Мысалы 5-тен бастап 1-ге дейін болу ғой. Комейн ивенттің алдында кете бастады барлық. Арны төбелес болғаннан кейін. Так, кімді атап кетеміз бұл жерде? Прелимде, ну, конечно, Ишанды. Ишан? Мен қатты қуандым Ишан вообще негізінде Октагон келген үшін, келгелі үшін. Сондай бір соңғы жылдары сондай бір жолдар болмаған сияқты, бірнеше жыл там жекпе-жексіз отырған, контрактпен, Надямен контрактпен негізінде қол қойын, бірақ жекпе-жексіз отырған жігіт. Және де жасы 32-де. Мен жас деп ойлағанмын, бір 25-27-де шығар. Ну, видишь, вот такой. Видишь, спорт молодо выглядит. Да. Но жасқа қарамастан біз сондай бір слишком скромный вау деген нәрсе айта кетейін. Өйткені 32 надо газовать, тем более, ну, имеется полный багаж инструментов соған бір багазовать етуге бар негізінде. Барлық сондай бір күш бар, опыт бар, с любым, с кем угодно, когда угодно. Вот так, кіммен білсе да, я понимаю, да, сондай бір воспитание, ну, как спортсмен не можете это позволить. түсініп отырмын. Но надо газ надо, я считаю. Он имеет, никто ему даже слова не скажет, Ишан, ты почему газуешь туда-сюда? Это вот другие, вот Тангал, смотри, подался Шоу-Тайм. Из всего этого ты кого больше запомнил? Ишана или Шоу-Тайм? Ну, Ишан его размотает, по сути, Шоу-Тайма, да, даже если это будет другой вес. Но мы запомнили Шоу-Тайм, потому что он только бах-бах-бах, Октагон Лига, Джамбер, все, газ. И, скорее всего, он там будет, ну, популярнее будет. Но для Ишана нужна популярность, не знаю. Ну, жас 32-де қазір жылына неше жекпе-жек өткізеді. Тоже белгісі. Ну, көрдің ба, 2001-ден бері міне 4 жыл. 4 жылда 5 жекпе-жек дегеніміз өте аз. 4 жылда уже 10 рет төбелесіп тастайтын адам. Примерно 10-0 деген рекордпен жүретін адам қазір. Енді осылай болып қапты. Қазір бұны түзету керек шұғыл түрде. Мен көретін мәтеуір Ишан өзінің бір залы бар, сол жерде тренировка жасап жатады. Менің ойымша бұл кішкене профессиональный бір ММАшный үшін қате сияқты. Ол еще, скорее всего, таза муайтай стилінде тренировка жасайды. Олар өзі әулетімен ММАшник, муайтайлар ғой. Да. Галиев ағайындары ғой. Условно енді ол андай ММА ортаға бір сіңбеген адам. ММА залға нақты бір күн. Ну, Атырауда по факту үлкен ММА зал жоқ. Кәдімгідей вот, мысалы, еркін күштің деңгейінде, мысалы, кезінде Мерген болған. Про тиім деген сияқты, Мерген де бар кезінде. Сондай зал жоқ та, кәдімгідей толықта ММА бағытта жасайлады. Сондықтан именно тренировка ретінде сол бәлкім Еламан сияқты, Еламан болмай, Ақтөбеде жүрді, Ақтөбеде барып тұрады. Сондай бірдеңе жасау керек шығар, өйткені оппозиция жоғарылайды, более-менее күресетін адамдарға қарсы қалай төбелесесің деген сұрақ туындайды. Ну, мен сөйлесем керек, Жанды бірнеше рет ерінкіште көрдім негізінде сборда. Да? Жүргенін көрдім негізінде. Сондықтан, ну, бара тұрады, но бұл жолы қара, давай, объективно. Стилистически біріншіден ыңғайлы қарсылас берді. Екіншіден пробитый бұл. Ну, как будто бы да уже, да. Бұған дейін 2 рет ұйқыға кеткен адам. Бір удардан неге кеткен адам. Дамир Төленов ең бірінші дәл осылай апперкотпен жіберді. Сосын анауың хукпен жіберді. Хук қателессем, кімнің? Теміров Азизбек. Уже соққыстау қабілет. Ну, қара, екеуі да, Дамир мен анау соққылар қатты негізінде. Екеуі да қатты. Онтан, да, там, ну... Арғара енді оппозиция жоғарылату сол кезде көреміз. И более-менее күресетін адам келген кезде сол кезде қарайсың. 61 килограмм. Аттак, өте жақсы материал. Өкінішке қарай біраз уақыт жоғалтып алды. Да, вот это обидно.
так только газ. Я вот всегда смотрю его бои, любые, слежу за его, ну, потому что мне нравится сам муай-тай, сам тайский бокс. Но вот қара, Шерзод қазір жасы от 23-те, рекорды 7-5. 23 жастағы рекорд 7-5. Менің ойымша Шерзод осымен бітті. Қасында маңайда болған бір братандар біреу болса мен айналайын қой деп кішкене тым болмағанда 2 жыл үзіліске жіберер едім. Ну, минимум 1,5 жыл дейсің ғой. Дұрыстап прокапаться, барлығын реттеп, кішкене тренировкаға подход өзгертіп, 23 жаста 3 рет бұлай нокаутта болу, бұл өте қауіпті дүние. Ертең жасың 40-тан асқанда дір-дір етіп, бір чашка шайыңды көтермей отырасың. Енді ММА бұл жекпе-жек, енді өте қатал спорт тұр. Конечно, егер бұлай жалғастыра беретін болса, андай кішкене тормоз жоқ бала түсінуімше. Шығасың болса, шығам дейді шыға береді. Олай болмайды. Бәлкім өзде түсінген шығар, өткен ана нокауттан кейін көздерін көрдің ба? Кәдімгідей бір оты жоқ, бір сөніп қалған сияқты. Помнишь, в Найза был боец очень зрелищный такой. С этим дрался. Белорус па? Джо, белорус ол басқа. Ильжан Амалиасқарым. Они зарубились. Не, тоже таджик па, узбек па. Тоже у него такой, потушил ему огонь. Блин, забыл, если мне жоқ. Ладно, потом вспомню. Они такие, бах, он упал, короче. Ол Руфани Валиев, да, Азербайджан, да. Сүндеттен төбелескен соң. Да, он в этом, в Найза так хорошо начал, потом что-то. Вот, көрме, ол осылай. Тоже жас негізінде, там, непобежденный этого был. 7-0 болып кетті. Да, потом что-то. Сондай бір өшіп қалған бала ұқсайды, сондықтан кішкене. Енді ақша істеу керек, түсініп отырмын, бірақ мұндай жолмен бір 5 жылдан кейін ақша керек жоқ қалады үшін. Или наоборот өте көп ақша керек болады. Екеуінің бірі дейсің ба? Иә. Асад Бексаидов, өзбек проспект жақсы келе жатыр. Уже 5-0. Бексаидов, да. Но вот Ишан сияқты момент қой, бұл да өте яркий. Да. Өте сенімді, ударкада қысылмайды да. Тоже бір универсал біреумен күресе алатын, стойкада да қырылатын адаммен көрген қызық болар еді. Условный Жансерік жақсы қол сияқты біреумен төбелесі қызық болар еді мен ойымша. Блин, Жансерік қиындау болады, он слишком быстрый. Но Жансерікте рич бар просто. Да. Ұзын, и ол в целом қырылып бере алады. Менің ойымша екеуінің плюс-минус күресі бір деңгейде сияқты. Ну, мен условно қазір кім еске түсіп отырғанда айтып отырмын да. А так стилистически мысалы Саятпен қарау қызық болар. Вот это я хотел бы тоже. Бірақ Саят Абдуали қазір Мұхиджонмен төбелеседі деген сияқты. Дишот Наркозиев. Шоу-тайм который. Шоу-тайм. Дал ушел. Не, он красавчик. Он выполнил полностью свою миссию. Он залетел резко, подрался резко, вылетел резко. Все. Негізі байқадың ба, октагонның хантинг жақсы жасайды. Матчмейкері, талант іздейтін адамдары, там же в UFC есть прям целый человек, целый отдел такой, департамент. Тут, наверное, просто один этот человек это делает. Но как это делать? Біреулерді әйтеуір жоқ, біреулерді әйтеуір тауып алып келеді. Мынау попы машина емес, мынау нормально төбелесетін бала. Да, просто вот чутка вот шоу дает, газу дает, а так в целом видно навыки, все барлығы бар. Нормально. Газует, молодец. Айдын көдек ұтылып қалды. Қатан енді 3-ші жеңіліс да? Не хочу, конечно, думать об этом, но как будто бы уже... Ну, он екінші раундтан кейін, даже бірінші раундтан кейін что-то өшті ма, сондай бір нәрсе болған негізінде. Ну, танк, я согласен, но, блин, надо уже менять как-то чуть-чуть. Если ты ветеран ретінде болса, он что-то там похитрее драться, что-то там, что-то здесь, что-то вот так тупо переть. А в момент уже просто стоял, ему прилетает, он все равно туда идет. Не шин ты проходишь в ноги, для чего это? Вот тоже не понимаю, это пацанов, которые такие берут у себя такие, и что? И не что? Последний раунд, ты как думаешь выиграешь? Если ты летишь. Ну, обидно. Айдын в свое время мне очень нравился, как он дрался, как вот он задушил же этого. Нажмединов. Да. Треугольник. Да. Сам еще чуть 2 раза не попал в треугольник. Еще Юзеп туда лезет. Ну, реально, чисто танк сияқты, как будто бы тактически ойламайды. Ну, надо стиль поменять чуть-чуть. Надо было чуть поаккуратнее. У него навыки есть, у него күрес жақсы, ударлар жақсы негізінде. И не могу сказать, что оппозиция такая была, знаешь, непроходная Айдынга үшін. Он мог бы выиграть вообще изи. Но вот так получилось.
негізі байқасаң Айдын өміріндегі ең маңызды жекпе-жектерді ұтылып қойған адам. Анау Rebel FC дегеннің титулына шығарған бір кездері Нұрекен ғой. Иә. Қытайдың ба бірдеңе, Малайзияның ба организациясы болған сонда титулға ұтылып қалды. Найзаның титулына ұтылып қалды Суйонгпен. Сол кезде ұтып кетсек, кім білер еді қазір карьерасы қай жақта болады. Да, я помню этот поединок. В цирке же, кажется. Иә, октагонға келген кезде Магомед Идрисовті берді, нормальный 3 раунд төбелесті. Но по факту ұтылды ана жерде. Білмеймін енді ары қарай карьерасы не болатын. Карьерасын 2 жыл бұрын ба, қашан Джамалдин 2 жыл бұрын бастаған адам. Жас қой 22 жаста, иә, опыты аздау балаға 4-1 ұтылғаннан кейін енді шынымен де кішкене ойлану керек. Данияр Оңғар, Джалхиримов, таза күрес. Вот мына жерде нормальный күрес. Нормальный адам күресет, позиция алады. Иә. То есть аяқты құшақтап жатпайды. Да, не үшін анау аяққа кіреді, не үшін анау тайдан жасайды. Ол адам негізінде там спортшы, боец білу керек негізінде. Зачем ты жоспар, не істейсің ары қарай. А так тупо, чтобы держать усетки ради усетки, мен сені түсінбеймін негізінде. Еще көрдің ба, олардың көбі бір жағынан былай қарасаң өте бір қарапайым түсінікті, очевидный нәрсе сияқты да. Өзің күресіп бар, өзің шаршап қалып жатсың ғой. Не үшін көресің? Онда күреспей ақ қойсайшы, может кішкене. Вот соны Оңғар, өзінің функционалкасына сенеді да, ол 3 раунд бойы күресіп шықтыңдар ма? Да, біз білеміз, көрдік қой, біз 3 раунд бойы күресе алады, ол құлатып бүйтіп аяқ тұстап ойланып жатпайды. По факту уже кетеді сразу позиция за каждый сантиметр күреседі. Ол бөлек әңгіме, екі тізені қосып алып аяғын құшақтап жату, оның барлығы просто өте көп күш алып қоятын дүние ғой. Или қара, мысалы, бірінші, екінші раундта қысым жасап, мысалы, аяқты құшақтап, измотать, и үшінші раундта газ, задуда срочно. Онда түсінемін. А так тупо просто 3, и сам еще устал. Вот классный ты план придумал. Давай, что там дальше? Саймумин или кем? Керим Даидов. Керим Даидов, Хабиб Газиев. Керим, понятно, был выиграет. Просто вопрос был, когда и как, если честно. Потому что Хабиб Газиев, күрестен басқа еш нәрсе бір жоқ негізінде. Плюс опыт аз, да? Конечно, опыт аз, да. Еще, мне кажется, чуть горел чутка. Потому что, видно было, и плюс, бывший чемпион, 10-1, у тебя, кроме борьбы ничего нет, как бы. Выскочил, нормально подрался. Еще и был готов сдаться, уже такую руку, такой, нет. Бір кездері уже оған дейін берілуге дайын болды. Ана жерде қылқындырып атты да, Керім кішкене босатты да, басқаша алды. Ты видишь, он даже такой, типа, нет, не буду, так, как знаешь, даже не сопротивлялся, просто такой лысый, жарайды, давай, савер. Не үшін келісті түсіну қиын, өткен подкастта айттым ғой, мына жекпе-жекті көрген кезде таңғалып қалдым. Кішкене мен үшін нелогичный көрінді. Керімге окей, легкий деньги, былайша айтқанда, шығып төбелесе салу. Мына жігітке не береді, окей, әлі ерте ғой. Конечно, әлі ерте ғой. Окей, талпынды көрді, ары қарай көреміз. Қатты ештеңе жоғалтпайды. Вес жақсы, в целом, полутяж нормально. Посушился. Ташкентте, мысалы, сондай бір или там другой вес был. Ол тяжға шықты ғой бұрын. Бұған дейін жекпе-жектері ауыр салмақта болған, супер тяжелый вес. Қазір уже жартылай ауыр салмаққа шығып отыр. Көрдің ба, просто Керім лигада не істеп жүр? Керім ба? Сол кішкене түсініксіз да мен үшін. По факту төбелесетін адам жоқ ғой мен лигада. Айдаладан 40 жастағы бір бразилисті алып келу, 3-4 миллион кетіріп, сосын 30 секундта хуктан ұйықтап жататын. Тоже қызық емес. Сондықтан мен просто таңғаламын, неужели условно жаңағы Brave, UAE сияқты жақтарға шығып кетуге болмайды? Или UFC деп қатып алдым ба? Менің түсінуімше мәселе Ресейдің паспорты сияқты. Меніңше. Өйткені осында тұрады, Қазақстанда тұрады, бірнеше жыл тұрады, бірақ Қазақстанның паспортына ала алмайды. Ресейдің паспорты бар, сол Ресейдің паспортына көп бір промоушнға бара алмайды деген нәрсе. Мүмкін сондай, білмеймін. Бірақ, қазір жасы 26-та, қазір бірнеше жыл осы айтақыны өтеді, сонымен не істейсің сен? Потенциал әлі де біз көрген емес пе ғой? Даже к пику еще не подошел Керим, хотя у него данные есть.
бір рет ұтылып та үлгерді, уже там титулға таласты, как бы вот уже опыт, сұмдық. Ну, видишь, просто вот в боях у него никто прям проблем не создавал, прям, чтобы он не мучился. Иә. Қиналып сондай бір жекпе-жек болған жоқ қой, вот өткен Мурат қана болды. Но там он сам, если честно, 84 килограмм, там долго не делал, и, скорее всего, это повлияло, я уверен в этом. Там 93-те болса, мынау жекпе-жек, Керим Мурат, может, по-другому было бы. Окей. Саймумин мен Арысбек Тленов. Саймумин всегда считал, что кроме прохода в ноги ничего нет, но пацан молодец, красавчик, я удивился. Поднатаскался, видно, ударка бар, бір нәрсе бар. Но опять, қара, сол баяғы проход, сол баяғы күрес, сол позиция жоқ, анау жоқ, мынау жоқ. Ну, оның ерекшелігі ол таза вольник сияқты күреседі. ну да, такой взрывной бам. Ол ММА-ге кішкене адаптация жасамайтын адам. Надо же экономить Байқадың все равно, да. Иә, мәселе экономить емес, оның проблемасы Саймуминнің бұл функционалка баста. Ну, потому что он бұрын так ана взрывается. Санжар Закировке де сөйтіп өшіп ұтылып қалған. Видишь, ММА-да сондай бір, ты зацепил, бам, перевел, все, болды, Иә, сол жатасың, там асықпай там позицияны. Вольниктер екі период күреседі ғой, 3 минуттан. Иә. Взрыв постоянно. Андай рывковый, да? А ММА-да кішкене монотонный болу керек. Еще 15 минут. Почти 2,5 есе көп уақыт кетесің. Сол жерде ударлар бар деген сияқты. Сол нәрсеге әлі бейімделе алмаған адам сияқты. Атак, анан скорость деген, даже 57 үшін мынау өте жылдам. Да, он резкий. Ба-ба-ба-бам. Но Арысбек Тленов, мысалы, бұл таза ММАшный подход. Таза ММАшный подход, ол берді басында, істеуге берді, мәстеш, күрес үшін. Газуй дейсің. Иә, ол білді ананы өшеді. Ақырын, сосын раунд сайын темп қоса берді. А мынау бірінші раундта мынадай темптен бастаған, мынаның темп түсе бастады, а анау наоборот әр раунд сайын алады. Жоспар сайын сразу. Вот мынау таза ММА. Тленов уже екінші адамның хайпын алып алды, былайша айтқанда. Өткенде Ақтөрені ұтып алды. Иә. Саймуминді ұтып алды. Енді білмеймін не үшін екен, бірақ бұл жігітке кәдімгідей медийный танымалдарды беріп жатыр. Ну, не рассматриваю как серьезного бойца, потому что жасы 21, 5-1. Не, скиллдарын көрдің ғой? Ну, мен көрдім. 21 жастағы бала үшін ананың скиллы тамаша ғой. Спекта, он, ағасы да, я вижу, они прям очень такие обученные, кәдімгідей, ну, могут, много чего могут. Ну, может быть, ну, теперь надо какого-то хорошего дать, нормального. Иә. Кәдімгідей ММАшник керек. И даже можно смело отдать его сразу Анвару Белаеву. В целом, я против не буду. Мен жақындатып едім, әлі ертерек. Ну, видишь, просто сейчас... Условный Шукатаевтар тұрғанда қайдағы титул. Ну, хорошо, Шукатаев шығама шағалам, вот уже неше жыл бұрын, неше жыл там первый қатарына рейтингде бірінші номер тұр. Әлі бермейді. Сондықтан. Ну, көреміз қалай болады. Если заменаға, там, страховкаға бір жерге тұрмаса, мен ойымша титул тым болмағанда үшінші жеңіс. Давай, дальше. Тайбинья. Я говорил, мне такой бой не нужен, просто решением безопасно. Зачем это? Ну, я понял, это нужно вот... Гештальт жабу керек. Нужно коту. Иә. Ну, Арнур решил просто выиграть. Ну, вот, мен үшін бар ғой, шынымды айтайын, Арнурдың ау баста келгенде функциясын түсіндім. Бұл андай медиа, поп-ММА дейсің ба, сол дивизионның өкілі. Окей. Бірақ бірде-бір медийный жекпе-жек өткізген жоқ қой соқтыға дейін. Неге оны, мысалы, нормальный профессионал Азербайжанды алып келді өткенде, мынауыңда, ну, более-менее профессионал бұларың поп-ММА. Не, ну это не для медийного боя, бойца соперник. Не істеп жүр? Неге бұны Одилхондардың тусовкаларына кіргізбейді? Тағымдерің бар. Камилға неге тиіспейді деген сияқты. Вроде Арнур бар, Еркебұлан 2-0 былайша айтқанда, иә? Скиллы жағынан. Танымалдық жағынан, скиллы жағынан. Бірақ еще оны сериалға түсіріп, кәдімгідей оған жақсылап реклама бердіңдер, буст. А по факту медийный жекпе-жектерді Арнур Қабдолдаевты біз әлі де көрген жоқпыз. Әлі де бір сол иранецтермен бұлғып жүр. Иран, Египет дейсің ба? Иран, Египет, Азербайжан. Не прикол ол?
Не знаю, я не знаю, айта алмаймын саған. Бірақ сөз үшін керек, в целом, если у вас есть такие бойцы, актеры бывшие, там, будущие, текущие актеры, ну, кому это интересно? Вот есть другие бойцы, которые могут, реальные бойцы, которые могут выиграть решением судей 3 раунда. Мне нужно сделать так матч, чтобы вы такие, Арнур выскочил и за 1 раунд размотал его и ушел, и запомнился этим. А так 3 раунд пое, ну, допустим, в чем прикол Еркебулана? Он выходит, бах-бах-бах-бах-бах, и уходит, все. Мировой мир талат что-то все было. Жветь там басын. Но Арнур, не знаю, он как вроде как реально, бои у него, как и для профессионала, да, соперники. Но в целом мы понимаем, что он не профик. Иә. Плюс еще көрдің бе, ол өзін андай бір профи сияқты подавать етеді. Өзін сол презентовать етеді, профи сияқты. Еще даже сөйлеген кезде ол кішкене андай тентек қиян қойып сөйлеу керек. Әкең, Не знаю, ну, мен просто ау баста функциясын солай көрдім келгенде. Ну, конечно, да, это то же самое. Ол сериалға түседі деген сияқты. Ну, по факту мына жаққа келгенде ол не профи емес, не мында емес, не мына тусовкада мойындалмайды, не мына тусовкада мойындалмайды. Ну, қара, мысалы, Арнур поясқа дейін, мысалы, кәдімгідей Али Ақтоғалиевсің там, жеңіл салмақта Достон Базаровпен, там, мысалы, там, Сүндет Абдуалимен, Саят Абдуалимен шықпайды ғой. Даже претендентский шықпайды ғой. Иә. Ну, а с другой стороны, ему Камиля Карате тоже не дадут. Вот не дают, точнее. Мне Дельхона не дают. Вот, даже Эльчебека ему не дают. Надо Эльчебекпен төбелесті ғой. Сейчас көрейікші. Эльчебекпен төбелесті болды ғой Эльчебекті. Ну я путаю, знаешь, видишь. Ну, Эльчебектің қойшы. Ол высшая лига емес. Все, он уже закончился. Иә. А так, вот мен қазір мынаны айтып отырмын, мысалы, сол Еркебулан, Сатурн қазір. Да. Кіріп кеткен Сатурн. Давай Сатурн, хороший бой. По навыкам примерно плюс-минус, ну, чуть лучше Арнур будет. Зато это будет хайп для него. Сатурн ба, Тайсон ба, мысалы, Одильхон сразу дебютант Тайсонмен төбелесті ғой, например. Неге дәл қазір Сатурнмен Арнур төбелесе алмайды? Вот в этом плане почему-то как будто бы Арнуру такой, ну ты же получше, ты же посильнее, ты же проф-боец, ты же и только вот... Уже просто определить. Айтыңдаршы бізге, кім Арнур Қабдолдаев? Біз оны профессионал деп есептейік па, әлде медиа бағытқа? Не, ну в первую очередь он же все равно актер. Ну вот, значит, он медийный боец. По факту біздің көріп отырғанымыз мына ғой, Тайби. Да, Эльчебеком выходил, да, точно. Эльчебекпен төбелесті 3 раунда, да, вспомнил я. Но ол емес, мен саған это вообще не то. Ну да, конечно. Не, потом у него был Напаям Назари, это боец из этого, ну, тоже Ирана. Сосын Азербайжанмен төбелесті. Сондықтан, білмеймін. Странно все это выглядит. Жарайды, жартылай жеңіл салмақ, Сардор Құдайбердиев, Арген Абдықадырұлы титулға таласты. Ну, біріншіден, мысалы, сондай бір танымал кандидаттар емес негізі, үміткерлер емес, Сардорды, Аргенді алсақ, және де, ну, рейтинг бойынша екеуі де топ 1-2. 3 ғой, иә? 1-2, да. Арген 1, Сардор 2. Да. Сондықтан ешқандай бір претензия жоқ, сондай матчмейкингге. Бірақ, ну, Сардор... логический матчмейкинг. Да, ну, Сардор меніңше сондай бір, кәдімгідей бір заслуженный чемпион. Біз оны бірнеше рет октагонда көрдік, бірнеше жекпе-жек өткізген, негізінде такие прям, ну, тяжелые непаденьки были. Сондықтан, ну, заслуженно стал чемпионом. Арген, ну, как будто бы вот осы, баничоктан кейін что-то өшті ма, хотя бізге там, мысалы, Пантера, Шермат дейді, это его коронка дейді, ну, он же бои так не заканчивал. Коронка, залдағы коронка шығар, ну, жекпе-жектер біз Багичокпен аяқтағанын көрген жоқпыз ғой. Ну, взял хорошо. Ну, окей, 2 рет алды. Да, но ол өте энергозатратный дүние ғой. Ну, это чисто еще джитерская же тема. Даже это, ну, даже это такая прям, даже джитеры не так часто его уже делают. Это прям, ну, это очень-очень такая тема, которой я удивился, но как будто вот осыдан кейін такой ұшып қалды ма, сондай бір. Иә, өткен аяғы забиваться етіп қалған ғой. Өткен тұрған кезде дірділіп кетіп көрдің ба? Өткен аяқ жүрмей қалды уже. Датауы қысқан ғой. Өткен сен қылқындырған кезде көрдің ба? Ну, негізі болевой жасаған кезде қылқындырасың, ауыртасың. Көбі күшке салады да и демалмайды сол кезде. То есть сен 30-20 секунд бойы
бар күшіңді саласың, и сол кезде еще сенің денеңе кислород дарымайды. Көрдің ба қандай стресс, сұмдық. И қайрадан сол процесстер восстановиться еткен кезде уже мәсаған дейді, короче. А ты потом тұрасың аяққа. Қолдарың колбаса, сосиска. Тебе нужно отдохнуть, тебе еще бьют дейсің. Иә, и сол кезде как будто өткені мен бірінші ойладым, ано бәлкім Сардор иықпен басып тастады ма деп болады, типа жартылай Вон Флю сияқты, просто ано артерияларын қысып жіберді ме деп. Оказывается, просто аяғы жүрмей қалған екен да. И соның кесірінен аяқ жүрмей қалғаннан Сардор көрді де сразу беріп алды. Жалпы толық жекпе-жекке бір әсер еткен дүние дәл осы Багичоу сияқты. Соны жасайым деп Арген Палеге қалды. Не надо было. Может, сол кезде кішкене басқаша кетер ме еді. Ну, факт, остается фактом, Сардор Құдайбердиев чемпион. Қазір генеалогияны алатын болсақ, бұл салмақта соңғы чемпион қазақ және әрі бірінші Акишев. Одан кейін это когда было? В начале октагона. До нашей эры. Біздің заманымызға дейін 2019 жыл. 18 жыл ма білмеймін. Одан кейін кім болды? Шермұрат болды. Шермұраттан кейін ол тастады, Құрбанов болды. Құрбанов тастады, Мұртазалиев болды. Мұртазалиев тастады, Құдайбердиев болды. Соңғы қазақ контендер титулға Самбет Найманбаев Шермұратпен төбелесті. 2021-де ма, 20-да ма? Ну, это тоже когда было. Біздің заманымызға дейін, біздің дәуірімізге дейін. Сондықтан бұл жерде сүндетті шығару менің ойымша логика бар. Қазақтарға да беріңдерші енді. Шығайық та. Ұят қайда, намыс қайда дейсің бе? Ұят қайда, намыс қайда, титул қайда төбелесейік та енді. Мен бұл жерде сүндеттің несін кандидатурасын бірінші себеп осы, қолдайтын. Екінші себеп енді Иманғали бар ғой. Неге Иманғали емес деген кезде? Тимур бар. Тимур сәл алыстау сияқты әлі. Қуаныш. Неге Иманғали деген кезде өткен оның бір командаласы шанс алды уже. Енді, бір түрлі олар тағы екінші оның командаласына беру, менің ойымша. Аргенмен олар бір командада. Претендентский жасаңдар. Енді бұл жерден Сардор қашан дайын болады? Күзде шығарым, күзде. Күзге дейін болса, окей, онда бір июнь-июль претендентский болуы мүмкін. Күзге дейін бір сол Сүндет, Тимур, Қожахмет күте ма? Жекпе-жекке отыра ма? Сондықтан атак қара, февральда төбелесіп алды Сүндет, в целом жазда уже дайын болады. Жазда Құдайбердиев не факт, қорғамайды. Тайминг бойынша сол жылдың соңы кеп тұр менің ойымша. Күзден былай. Біздің Октагон лига президенті айтқандай, начинается игра догонять чемпиона. Иә. Сардор не такой. Сардор ондай емес. Сонда ондай емес. Ол даже Мұртазалиевпен замена шығып кеткен адам қателеспесем. Да. Кезінде титулға таласқан кезде. Но все равно, теперь енді қара. Сардор уже может выбирать себе даты, время, когда будет готов. Маған там 2 ай, там нормально, 12 апта керек, кәдімгідей дайындалып сборға, сондықтан маған давайте, вот чуть неудобно, вот это удобно деген нәрсе. Это нормальная история. Тем более Өзбек чемпионы. Қазір Өзбекстанда, қателеспесем, жоспар бойынша 4 турнир, жылына 4 турнир өткізеді. 4-5 турнир будет. Он может только в целом только в Узбекистане драться. Может уже в Алмату вообще не прилетать. Нормально. Как бы нормально. Сейчас в мае будет, потом, скорее всего, осенью тоже будет. Мүмкін жазда тоже бір турнир болатын шығар. Сондықтан в целом сейчас тоже вот к нему сейчас подойти, оптимальная дата, чтобы барлық үлкінғай болса, онда тоже такие моменты есть. Жарайды, жекпе-жек Фарида Абдуева, Энди Нью, Октагон строй будет чемпион. Қалай саған? Таң қалдың ба? Булшит па? Как говорят, апсет, как там было, я видел недавно. Громкий апсет. Ну, всегда, когда чемпион непобежденный, особенно, проигрывает свой пояс, теряет свой пояс, это всегда апсет. Ну, чтобы громкий, ну, давайте будем честными, Аян Турсын и Фарида Абдуева все-таки люди, которые широко известны в узких кругах, вот среди фанатов. Это не так, чтобы вау, такой апсет. Ну, апсет, да, но не прям такой, что прям апсет. Но, честно, я удивился, я ожидал чуть-чуть другого. Ну, не знаю. Аяннан кішкене көбірек күткен. Да, я даже когда разбираю. Примерно осылай төбелесетінін түсіндік. Мен даже біз өткен подкастта мен айтқым ғой, егер қазір там
Аян күресіп, там, күреспен там будет менять, там, смешивать, там, ударкасын, күресін, там, грэплинг, контролін, егер екеуінің бірін шықса, онда нәтиже болады негізінде. Но что-то я такой, не понял. Сондай болады, ничего не понял. Потому что держит у сетки, держит. А Фарида, наоборот, сама там чамбас стоит, подхват стоит, коленом пихает, там, оттягивает, локтем бьет. Я такой, это твоя же позиция, Аян. Почему ты ничего не делаешь? Түсінбей қалдым, честно. Бұл жерде сол ММА-де жақсы мақал бар ғой, style make fights деген. Өкінішке қарай бұны біз бұл подкастта бірінші рет емес, және екінші рет емес айтып отырғанбыз. Бұл жерде мәселе шеберлікте емес, мәселе мысалы Аян Фаридаға қарағанда спортшы ретінде деңгейі төменде емес, мәселе ондай емес. Екеуі де өте жоғары деңгейдегі атлеттер. Бірақ біз стиль айырмашылығын түсінуіміз керек. Аян бұл меніңше әуесқой спортта көп жүріп қойған адам. Иә. Өте көп жүріп қойған адам. Біздің әуесқой спорттар білесің, бұл барлығы тычковый, очконабирательный, скоростной. Рукопашка, панкратион, ушу-санда, барлығы тік-тік, ұпай просто вот джеб корпус, отошел, ударил, ушел, лоу-кик бір тептің деген сияқты. Сосын хоп, навстречу проход, бір ұпайыңды алдың, все, оп, 4-3 отып кеттің сосын. Примерно солай өтетін жекпе-жектер. Олардың барлығы ковер, татами, сондай дүниеде өтетін дүниелер. Кішкене ММА-дің элементтер бар, бірақ таза профи ММА-ге өте қиын ондай нәрсені бейімдеу. Плюс бұл жерде база еще ударный, тэквондодан келген адам. Объективно 8-ші жекпе-жегін өткізді кеше профиде, біз бірінші жекпе-жегін көрдік. Сондай бір керемет стильді өзгерістер көрген жоқпыз. Грэплинг қосылған жоқ. Еркін күрес, сеткаға тіреп күресу арсеналында пайда болған жоқ. Есесіне сол баяғы челнок қарсыластың алдында тұру. И по факту даже челнок жасамай Абдуева бұрыштарды кесіп тастады. Бір бұрыштан шығармады ғой? Да. Вот октагонның бір делениясы бар ғой, содан шығармады ғой? Просто хоп, мына жаққа шығама, бір-екі удар, сразу мына аяқтан тоқтатады, береді, сол мына жаққа жүреді, мына жаққа барады, ығыстырады. Контроль, ең бірінші, контроль пространство сразу Абдуевада кетті. Микроэпизодтарды алды Тұрсын. Да, там окей, сеткаға тіреді. Но андай астрота деген дүние бар ғой, әлде қайда бір жарқын, шынымен де бір қауіпті позициялар тудыра алған, по факту тағы да Абдуева. Демен соққылар, аяқпен соққылар, шынтақ, кейбір моменттерде жылдамдықтың арқасында алып отырды, но в целом сол өзінің стилінің құрбаны болған сияқты болып көрінеді да маған. Түбегейлі өзгерістер керек. Өйткені бұл таза любительский стиль, және бұл любительский стиль профи, более-менее профи ММА-де істемейтінін көрсетті. Абдуеваның өзі шикі ғой қазір, по факту алатын болсаң. Әлі жас қойыншы жас 20-да, 2 жыл бұрын ғана келген, Муайтайда жүрген адам қазір. Брекерді 5-та бар. Енді күрес қосқан адам, бұның өзін қазір сондай бір керемет UFC-ге дайын деп айта алмайсың. Бұл әлі кішкене ет өсіреді былайша айтқанда, әлі де бір-екі жекпе-жек өткізетін шығар деген сияқты. Титулын қорғайды ма? Бірақ соның өзінде де бұның өзі жеткілікті болып отыр. Мен мысалы күмән келтірген жоқ, кем дегенде мен үшін 3 раундты алды. Кем дегенде. Даже Аянға берген раундтардың өзінде де сондай бір басымдылық, айқын бір басымдылық көрген жоқ. По факту ұтылды, я бұны мойындау керек. Мысалы мен солай көріп отырмын. Ана Уандағы сияқты төрешілік ететін болсақ, оларды раундтың қорытындысын шығармайды, One Championship-та. Олар жалпы картина қарайды. Жалпы картина бойынша қорытынды шығарады. Солай қарайтын болсақ, жалпы картина бойынша да ұтылып тұр ғой. Кейбір раундтарда я микроэпизодтарды алды. Возможно, 5-ші раундты алды менің ойымша. Возможно, 5-ші раундты алып кетті. Но не өтпеді? Ударка өтпеді, күрес өтпеді, грэплинг өтпеді. Ты все сказал, что я хотел сказать, поэтому мен айтарым жоқ. Вы все пишете, какой это красавчик, разбор класса. Может, все говорит, что мне потом еще то же самое повторять? Давай мен үндемей Что мне еще? По факту все сказал, все, что я и думаю. Сондықтан, қазір мен айтарым тек қана бір нәрсе. Қазір Аян Тұрсынның бір ортасында жүрген бір адам болу керек, сондай бір Аян қара. По факту жеңілдік.
иә. Не так, чтобы Аян, сен біз үшін чемпионсың, Аян, сен жеңілмейсің, ты не проиграл, ты наш чемпион. Это губит, по идее, людей. Потому что окружение такое, ты как раз ты лучше. Я понимаю, ондай арасында иногда дейсің ғой, қолдау, поддержка керек негізінде. А так, чтобы сказать, братан, родной, как не пойдет. Алысқа сонда бері бара алмаймыз. Жерге түсіру керек. Мысалы, Аянның өзі мен ұтылған жоқпын деген, блин. Ну, может, ол кезде просто андай бір политический момент, өзінің жеңілісін мойындамай кету, бас жоғары ұстап кету. Не, он нәрсе бар ғой, әр спортшы өз жеңісін мойындамайды ғой, егер если ты прям не постучал, тебя не вырубили нәрсе. Тем более так, некоторые раунды были близкие, особенно концовкалары, знаешь, такой вот, кто-то раз, потом на, идет такой, в целом можно вот так, потому что даже төрешілер ғой, төреші, біреу по ходу полностью бір үшті екі мүмкін да. Аянға беріп жүрді. Потому что спид болды. Раздельный. Как там? Раздельный бір түрлі. Я отдал Аян четвертый, подожди, я отдал Аян третий раунд и пятый, кажется, да. Третий и пятый дал. Насчет второго я сомневался, но все равно отдал Фариде. Третий и пятый я отдал. Даже вот так, если посмотреть. Но ты вроде считал, даже 4-1 ты считал. Да? Мен 5-ші раундты железно бердім Аянға. Вот я пятый отдал, кажется, и третий я отдал. Более-менее еще. Но прям что там полностью выиграла, не знаю. Айта алмаймын. Қазір бұндай жеңілістерден кейін қара 7-0 титул. ММА-да уже біраз бір деңгейге жеткен адам. Қазір құлады. И бұл жерде андай классический екі вариант. Не, осымен бітті, бұл потолок. Осында қаласың. Карьераңды по сути октагонда аяқтайсың. Или болмаса бұл потолокты тесіп шығасың. Ол уже сенің қолыңда. Но қара тағы да. Ол үшін мен былай ойлаймын, не істеу керек? Ол үшін ақша жоғалтуға тура келеді. Мысалы, арнайы жасақ, бірдеңе айтып жатыр, рукопашкадан біз көріп жүрміз ғой, жарыстарға шығады деген сияқты. Оның барлығын бас тарту керек. Егер сен ММА-де реально ары қарай жол десең, зарплата, бірдеңелер бар, сыйақылар бар, түсініп отыр. Тоже там кушать хочется, да, вкусно. Толықтай ММА-де шыңдалуға бет бұру керек. Өйткені, мынандай стиль біз бұрыннан бері айтып жүрміз. Да. Ол UFC-де өтпейді. Мына Фарида еще азиат қызы ғой, жарайды өзіміз сияқты. Сен анау латиноамерикандық европейкаларды қарасайшы, кішкентай мынандай барлығы. Аяқтары мынандай. Олардың генетикасы кішкене басқа, олар табиғи басқа. Оларға өтпейді, не ударың өтпейді, күрес тем более өтпейді. Ол жақта машин қыздар қазір партер деген барлығында вообще жақсы. И мынадай партермен, скорее всего, чисто сабмишндермен кетесің сразу. Қазір саморазвитие кету керек полностью. Мына стильді полностью сындыру керек та, басынан аяғына дейін. Басқаша құрастыру керек. Әлі ол мүмкін менің ойымша. Окей, не будем говорить человеку, как зарабатывать на жизнь, грубо говоря, да? Но меняться точно нужно. Сондықтан бір нәрсе өзгерістер керек. Әрдайым. Неге қазір сөзімді білейін, рукопашканы айтып өткен сен параллельно сол рукопашканы алып жүрсең, ол кедергі болады. Сен сол бағытта тағы да тренировка жасауға міндеттісің. Видишь, допустим, вот в зале, где я тренируюсь, пацаны молодые, они рубятся в рукопашке. Они не всегда выигрывают, это понятно, потому что все-таки там больше фехтования. Но, тем не менее, стиль все равно остается у них. Здесь все-таки, наверное, это тяжело совмещать, сразу скажу, потому что даже смотри, вот в чем успех Фариды Абдуловой, когда она резала углы? Из-за того, что она всю жизнь тренируется выступать в ринге. Люди, которые пришедшие из ринга, они хорошо чувствуют дистанцию, пространство, давление. Қысым деген нәрсе оларға, кәдімгідей бір түсінетін нәрсе. Люди, которые выступают по гратионе рукопашки, они дерутся где? На ковре. И ты когда выходишь за ковер, что делает рефери? Замечание, и опять вы в центр приходите. Тебе даже не нужно резать пространство, занимать. Ты просто стоишь, и ты просто ничего не делаешь. Ты от того, что ты его вытащил за ковер, ты никак, дальше не продвигаешься, у тебя атака. А тут ты наоборот, если ты
его в угол зажал, ты можешь там отработать. Поэтому Аян такая чуть-чуть, и куда, и туда, и туда, а тут просто ногами бам-бам, и все. Может быть, в этом проблема. Но я верю, что Аян есть будущее, так или иначе, все равно есть. Но, вопрос, какое будущее? В ММА есть будущее? Бар ма вообще болашақ? Қазір 7-1, жасы 30-да, бұрынғы чемпион. Ну, қара, жасы 30-дағы, мысалы 57 келідегі мужик болса, онда уже ойлануға болады, сен 1-2 жыл біттің сенің шаруаң деп айтуға болады. Реально, Да. пацанға. Ага. Қыз бала менің ойымша 36-37, 40-қа дейін даже төбелесіп жүргендер бар спокойно. Бұларда уақыт көп, кішкене көбірек по факту. Сондықтан сол үшін де айтып отырмын ғой, бұл жерде анау стильді полностью сындыру керек. Полностью сындыру керек. Енді қара, интервьюден кейін, жекпе-жектен кейін интервьюде айтқан, что мен мойындамаймын, жекпе-жекті мен жеңдім, но не было ни слова про реванш. Иә. Почему? Ну, егер мойындамасаң, онда давай реванш деп. Я бы хотел видеть реванш, потому что қазір осы дивизионда ешкім жоқ қой. Нақты бір үміткер жоқ. Фаридан басқа сделайте. Как раз вы пошумели сейчас, инфоповод есть, мы тоже хорошо разогреем. Аян тоже пускай там везде выкидывает. Нет, я не выиграл. Реально, может быть, свой жан бар, если даже в UFC, если вы выиграете, надо явно выигрывать. Может быть, это можно использовать и дальше газовать. Фарида в целом ничего не ответил, как бы чемпион. Ну, вот реванш я бы хотел увидеть. Давайте. Неге жасамасқа? Ну, Аян почему-то не сказал. Ну, давайте, былай, по факту, соңғы жылдардағы Қазақстанда, ну, вообще есімде жоқ, что қыздардың жекпе-жегі бұндай бір инфоповод ажиотаж тудырған. Нет, конечно. Ну, когда Аян стала чемпионкой, ну, что-то было такое. Жоқ, а бұл қазір шынымен де жаңа бір медиа бір неге ақпараттарға шығып жатқан сияқты болып көрінеді. Сондықтан бұл жағынан потенциал бар. Окей, лигада айтылады. Лига қазір өткенде айтты ғой, политика. Незамедлительный реванш сұрасаң, беруге тырысады. Пожалуйста, Арнурға Тайбиден алып келді. Фазлидин мен Мұхаммаджонды Мұхиддинді төбелестерді. Незамедлительный реванштар беріп жатыр. Окей, титульник, давайте тоже. Конечно. Келесі, условно, жаздағы, июль, август, қойып берейік титульник, давай реванш, качнем еще раз. Тем более, говорю, дивизионда ешкім жоқ. Иә, ешкім жоқ. Только Савичева қалды. Да. 57-тегі чемпион болды, мұнда түсті. Но ол крупный, ірілеу енді, иә. Ол ірілеу. Даже Абдуева үшін де ірілеу. Потому что все-таки европейка как-никак, они крупные. Еще 57-те төбелескен адам ғой ол. Да. Ну, Аян мен есімде, но мен любительский ММА-да көремін, там 48-49 төбелескен даже. Даже 52-ке кішкентай екенін көрініп тұр ғой. Ну, Аянға енді күрес қосу керек, грэпплинг қосу керек. Бокс, надо чисто на боксе работать. Ну, джеб в корпус, ну, что это такое? В ММА. Бал. Ну, бал в рукопашке это бал красному, бал синему. Это я понимаю. 10-0 выиграешь, все, следующий бой. Вот так там происходит. Ну, это такие правила. Есть чуть-чуть другие же. Мне просто... Я знаю же Аян, знакомый, часто встречаемся на турнирах. Вообще ничего плохого про Аян вообще ничего не могу сказать. И про Фриду, что мне очень нравится Аян в целом, как боец, как спортсмен, как человек. Потому что сколько лет выступать по ММА. Оно, по сути, в свое время там на ней и держала женская, да, сборная, по большому счету. Рукопашки, я помню, мы с тобой комментировали в Астане, который чемпионат мира по рукопашке. Финал. Мне так жалко было, там, блядь, вот эта херня рукопашный бой. Сколько раз говорю. Бой только начался. Первый удар, они челлендж кидают. Первый удар. Первый. И они, блядь, извиняюсь, обсуждают это целый консилиум. Час почти. Аян сидит, ждет. Егжихас сидит, ждет. Какой весь настрой сбился. Вы чё, блин? Это финал был, я помню это. Вот реально Марко Ройс. Вот чуть-чуть осталось, и вот это в начале боя сразу кидает челлендж такой. Я всегда за Аян топлю, чтобы вот не думали, что мы сейчас... Но просто сейчас бывает такое, что кто-то должен сказать что-то. Я хочу, чтобы вокруг Аян люди, которые чемпионсын, Аянсын, Синджинден, пересмотрите бой. Засудили. Не могут же и судьи ошибаться. Правильно? Көрінбе, судьялар еще подкинули раздельные.
Ну, блин, там не было. Кто сделал раздельно, я бы с этим человеком поговорил бы, но мне интересно, какие раунды он отдал. Да, были близкие раунды, возможно, второй он отдал, потому что насчет второго я тоже сомневался, кому отдать. В итоге я Фариде отдал. Потому что там третий, пятый точно ЖБ, это, скорее всего, Аян, второй тоже непонятно. Может быть, так он посчитал. Но внутри лиги есть люди, которые сомневаются в этом решении, это уже правильно? Так, поэтому, реванш самый правильный, мне кажется. Стендер, жасандар реванш, неге жасамасқа? Иә, басқа вариант жоқ. Ешкім жоқ қой. Медийный біраз выхлоп болды, үлкен порталдарда жазды даже. Да. Когда писали про женские бои в Казахстане? Да, вот типа претендентка на UFC потерпела первое поражение деген заголовоктар кетіп отыр. Сондықтан пока қызып тұрған кезде как раз окей, там раздельное решение бар, иә. Вот айтындар, вот он раздельным проиграл, там, бля, что-то вот так вот. Вот дальше уже кетет, короче, уже надо упаковать. Жасандар. Я окей, давай реванш көрейік. Может, Тұрсын реваншта кішкене тактически басқаша қимылдайды. Реваншта нүкте қоямыз. Все, болды ма? Осымен? Иә, болған шығар. В общем, келесі апта Шымкент, Алашпрайд. Шымкент, Алашпрайд. Біз баламыз, келіңдер, көріңдер, билет алыңдар. Билет сатып алыңдар. Что, аясыңдар ма? 1000 теңге, 2000 теңге. Және де донат жіберіңдер, реквизиттер астына болады. И ұмытпаңдар, бізде келесі подкаст. Келесі емес қой. Келесі емес. Мамырдың бірінші подкасты, потому что біз барлық сәуірдің бір донатерлердің есімдерін жинап, и соның арасында бір розыгрыш жасаймыз, конкурс жасаймыз. Осы екі қолғап военный форма гражданский дейсің ба? Ну-ка. АСМР. Ебать, матч болмай мынау. Файт АСМР. Кейде сосын мен бастан бір бөлініп. Не, надо сказать, перчатки нормальные такие. Ну-ка. Как я, какой боксер я. Короче, что? Микрофонға жақын ұстап отырмын, что? Дауыс естіп. Да, ладно. Короче, надо было реально мне вот так все, смотри, как классно. Жарит, чуть погоним, у нас еще есть время, там 8 минут пар. В общем, жіберіңдер, ақшасын жіберіңдер, донаты жіберіңдер. Сендермен дейсің ғой. Сендермен болған промой подкаст YouTube арнасы. Реально, вот так сидеть. Прикинь, я вот рассказывал бы. Я считаю, что Фарида Абдуева вот так вот. Нарезкалар кетіп отыр. Мынау неғылған даун, блядь, перчаткамен отырған деп. Ну, блин, белый цвет классный перчатки, оказывается. Не будем разыгрывать, я передумал. Біреу маған бір, біреу өзіңе. Жарайды, короче, промой подкаст YouTube арнасы шешілмейді ғой мынау. Подкастқа тіркеліңдер, жазылыңдар. Лайк басыңдар, донат жіберіңдер. В общем, белсенді болыңдар. Все, болды осымен. Иә.